осы ауданның азаматымын. Осыдан 40 шақырым жерде мына Шаған деген үлкен тау бар. Сол таудың етегінде өскен. Сол жерде мектеп бітіріп, одан кейін Қазақ ауыл шаруашылық институтын бітіріп, көп жылдар агроном болып істедім. Жолдасым қазір мен пенсияға шыққалы 2 жыл болды. Бұл кісі менен жас, 8 жас, сонымен әлі жұмыс істеп жатыр. Қазір балаларымыз үлкейіп кетті. Үлкен 86 жылғы. Одан 3 немереміз бар, Құдайға шүкір. Екінші қызым 90 жылғы. Ол қазір тұрмыста. Өзіміздің 2 баласы бар тоже. Одан 2 немереміз бар. Олымыз ең кішісі 95 жылғы осы Қазақ ұлттық университетін бітірді. Қазір сол Алматыда мектепте тоже мұғалім болып істеп жүр. Мен өзім Көксу өндірістік учаскесінде біздер су поле крестьяндарға су береміз ғой, сол жерде жұмыс жасаймын. Енді ол жаңағы агроном болардың алдында мен жаңағы жүргізуші болып істедім. Ол кезде де жаңағы ертеден кешке дейін жұмыс қой. Ол кездегі қазірде емес, енді ол кездегі жұмыс шынында да менің замандастарым бәрі біледі. Ол кездегі жұмыс сондай жауапкершілігі мол. Жаңағы қарапайым жай жұмыс дегеннің өзінде оның жаңағы қыр-сыры көп болатын. Сонда енді көп жағдайда біз бірінші кезекте жаңағы жұмысты қойдық, парыз істеу. Содан кейін жаңағы уақыт тапсақ, қалған уақытта өз жаңағы шаруамызды. Соның ішінде жаңағы мысалы тамақты кейде ішуге де уақыт болмайтын кездер болды. Енді солардың бәрі жиналып келіп, қазір сол асқазан дейді, гастрит болды. Содан кейін енді қазір қан қысымы сол мазалаған. Сол дәрігерлер жаңағы аптеканың дәрісін алуға жаңағы рецепт жазып берді. Содан кейін сол ішкен дәрілер маған жақпады. Асқазанға жақпады. Өйткені мен бұрын гастрит болған кейін жаңағы дәрі асқазанға жақпады. Содан кейін мен сол жаңағы нені іздеп, осы рекламадан көріп, содан кейін жаңағы ғаламтордан көріп, осы табиғи өнімдерді іздей бастадым. Енді ол ламифрен істеп жүрген азаматтарда сондай білімді жақсы екен. Білесің ғой, телефонмен сөйлескенде сондай жақсы кеңестерін беріп, сонымен содан бастап көрдік тәуекел деп. Ол енді жаңағы давление маған көтерілген соншалықты, мен осыдан 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын Алматыға бардым. Сол кезде менікі 240-қа дейін көтерілді. Содан кейін мен қазір Алматыға бармағаныма міне 4 жылдай болып қалды. Өйткені мен жаңағы жол жүргеннен қорқам біріншіден, екіншіден жаңағы Алматы биігірек қой. Мен өзім туған жерімде 40 шақырым жер, бірақ тау жақта. Соны анда-мында барасың ғой, бір той думан болады, өлім жітім болады. Сол жаққа барғанда жаңағы тауға көтерілген кезде сезім давление көтеріліп кетеді. Кейін бір 2 демалыстай, 3 демалыстай уже ауырып жүрмін, жаңағы давление көтеріліп. Соны ол көтеріледі де, түскен кезде жайлап түседі ғой. Көтерілгенде ол реск көтеріледі. Түсірген оңай емес. Сол бірінші несі болады, біріншісін тауыстым, соны екіншісін бастаған кезде сезе бастадым уже жаңағы. Жақсы әсер бар екен. Біріншіден сол іш құрылыс, жаңағы асқазан, іш құрылыстың өзі бір жұмсақ сияқты ма, сондай сезінесің жаңадан кейін. Содан кейін біртіндеп жаңағы давление ақырындап түсе бастады. Мен мысалы ол жаңағы 240-қа көтерілді дедім ғой. Сол кезде жаңағы хиджамада жасаттым әлі, бастан қан алғызып. Қап-қара болып қан шығады екен. Содан кейін жаңағы аптеканың дәрілері енді сол асқазанға жақпады. Қаптап 2 сағатта ғой, түсіректі қайтадан содан кейін қайта көтеріледі. Сол енді осы дәрінің табиғи өнім болғаннан кейін бе жаңағы өзі ағзаның өзі де жақсы қабылдайды, жаңағы отказ бермеген сияқты, әйбет сіңімді. Сол жағынан ұнады. Кейін давлениесі түсе бастады.
Қазір нормально давлениесі, Құдайға шүкір. Енді ол кейде Сондай болады, өзім жақсы сезінсем қойып кетемін, содан кейін қайтадан сосын адам деген солай ғой, біз пендеміз. Бірақ 3 тюбик алса, соны бітіруге тырысады. 3 тюбикті обязательно алады. Одан кейін ар жағын балалар алып келеді, сонымен жалғастырып іше береміз. Мен өзім біреуден көріп сол кісіге қандай әсер еткеннен кейін сол кісіге қарап өзім іштім. Енді маған қарап жаңағы біреулер сұраса, мен дұрыстап жаңағы несін айтар едім, жарнамасын айтар едім, бірақ әлі ешкім сұрастырып жатқан жоқ. Маған енді ана бұрынғы осы жерден 5 шақырым жерде тұрғанда үлкен кісі болды, біздің өзі бір жағынан жеңгеміз болып келеді, содан кейін бір жағынан құдағи болып келеді. Сол кісі ішкен кезде ол кісіге тигізген әсерін мен енді көзбен көрдім. Ол кісі кәдімгідей жасарды, бір 10 шақты жасқа дейін жасарды, ана кісінің түрі өзгеріп. Сол кісіге қызықтым бір жағынан. Мен де сол сияқты жаңағы әсер етсе, жаңағы давлением түссе деп сол. Содан кейін бір жағынан енді мен ойлаймын, бұрын мен анау жер үйде тұрдым ғой. Сол кезде үйдің жанында 6 сотық жаңағы огород болды. Бір жағынан ол кезде қимыл көп болды. Мен енді мына давлением қатты басталғаны осы мына жайлы үйге көшпегелі басталды. Өйткені бұл жерде огород жоқ, көп қимылдамайсың. Ертең кешке дейін жаңағы ғаламтор, телевизор, сонымен қимыл аз. Бір жағынан сол әсер етті ме деп ойлаймын, жаңағы көтеріліп кеткеніне. Содан кейін енді қазір кейінгі кезде мен осы почти 6 айдай болып қалды ма, жай жүретін болдым. Ертеңгісін бір 3,5 шақырым, кеш жақын сондай 3,5 шақырым. Шықпайтын болды, күнделікті. Ол енді бір жағынан сол ламифареннің де күші бар ма деп ойлаймын. Алғашында маған сол дәрі. Басында курсы бітіріп кішкене перерыв болып қайтадан ішкен кезде түннен көрге болады, освежить етеді, жасаратын сияқты болады маған. Мен мына дәрі жасартып энергия береді адамға. Мен де барлық ауруларын не ғана кейінде адам жақсы сезініп шығады ойлаймын. Енді ең бірінші мына істеп жүрген қызметкерлердің ілтипаттылығы. Ол анау телефонның ар жағында қандай адаммен жаңағы сөйлесіп жатсың, түрін көрмесең де жаңағы кеңестері, жаңағы олардың жүрек жылулығы адамға жаңағы жүректен жүрекке жетеді дейді ғой. Сол сияқты сондай жаңағы жақсы мамандар таңдап алған осы жаңағы компания. Олар жаңағы адамның жағдайын бәрінің қажер ауыратынын сұрастырып, содан кейін өздерінің кеңестерін беріп, сол жағына қатты риза болдым. Қандай өзгерістер болып жатыр? Өзгерістерін бәрін біліп тұрады. Содан кейін жаңағы алғаш ішкен кезде ол әсері болады жаңағы. Сол кезде ой мынау ауруға тиеді ғой енді. Мынау қалай болды деген кезде ол солай болу керек, қорықпаңыз, ағаша беріңіз. Содан кейін жаңағы бір демалыстан кейін ары қарай жақсы болады деп кеңестерін айтады. Содан кейін сол кеңестерін тыңдап іштік. Қазір рахмет енді. Сол мына табиғи өнім ұнағаннан кейін мен өзім бір отырып шығарған өлеңім бар еді, сіздерге оқып берейін. Қинады басты ауыртып қан қысымы, дәрігер зерттей келе дәрі ұсынды. Ол дәрі асқазанға жақпаған соң салдым ғой емін іздеп бар күшімді. Іздедім ғаламтордан неше түрін, ризамын тапқаныма оның бірін. Сөйлесем үн қатады білгір маман, зерделесем ойында терең білім. Қадірін денсаулықтың білсең терең, шуағын шашып тұрар бүкіл әлем. Жаныңды жайландырар жас кезіңдей, табиғи өнім аты ламифарен.